достар, қазақтың хандарымен таныстыруды жалғастырамыз. Хан Әбілмәмбет Болат ханның ұлы 1739-1771 жылдар аралығында орта жүздің басшысы болған. 18 ғасырдың бірінші бөлігінде хан Әбілмәмбет өз билігіне кіші және орта жүздегі қазақ руларын біріктірді. Сонымен қатар кіші жүз хандарында да ықпал етті. 1740 жылы Әбілмәмбет ханның арқасында Орынборда Ресей империясының орта жүзге қамқорлығы туралы келісім жасалды. Бір жылдан кейін жоңғар жасақтары орта және кіші жүздердің көшпелі қосындарына қайтадан басып кірді. Сол кезде Орынбор әкімшілігі жоңғар хунтайжанның шапқыншылығын тоқтатуға көндірді. 1771 жылы Әбілмәмбет хан қайтыс болды.